Сәлем достар, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз сіздермен бірге өте оңай дайындалатын светофор салатын дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ол үшін бізге керек заттар қияр, қызанақ, тәтті бұрыш және салат жапырақтары. Алдымен қиярымыздың жартысын осындай жіңішке бірнеше бөліктерге бөліп алып, видеода көріп тұрғандарыңыздай турайсыздар. Кейін тәтті бұрышымыздың да жарты бөлігін ғана төрт бұрышты етіп турап аламыз. Қызанақты да қалауымызша бірнеше үлкен бөліктерге бөліп аламыз. Оның үстінен салат жапырақтарын да төрт бұрышты етіп турап саласыздар. Татымына қарай қара бұрыш және тұз себесіздер. Үстінен бір ас қасық зәйтүн майын қойып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Өте оңай әрі жеңіл салат. Бар болғаны 2 минут уақытыңызды алады. Менімен бірге дайындап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Сіздерге ас болсын.